Сәлем достар, бүгін біз сіздермен пахлава дайындаймыз. Алдымен тапамызға ұнымызды, үстіне майды салып, жақсылап араластырып, езіп дайындап аламыз. Үстіне бір жұмыртқаның сарысын, қопсытқышымызды және қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, тестамыз дайын болғанша жақсылап билейміз. Теста дайын болғаннан кейін жақсылап тұндырып қоямыз. Начинкасына 3 жұмыртқаның ағын бөліп алып, жарты чайный ложка тұз салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып тұрып, үстіне аз-аздан шекер салып, жақсылап араластырамыз. Шекерді ұмытпаймыз, аз-аздан салу қажет. Бәрін бірден салып жіберсеңіз, масса дайын болмай қалады. Дайын болған массаға үстіне мейізіміз бен жаңғағымызды салып араластырамыз. Дайын болған тестамызды осылай 3 бөлікке бөліп алып, әрқайсысын жеке-жеке жаямыз. Тестамызды жайып болғаннан кейін тапамызға салып, осылай үстіне 5 немесе 6 қасықтан начинкасын салып, жақсылап жайып шығамыз. Начинкасын салып болғаннан кейін осы әдісті қайталап отырып, пахлавамызды жинаймыз. Пахлавамызды жинап болғаннан кейін үстінен нежный етіп біз салып бөліп шығамыз. Содан кейін бетіне жұмыртқаның қалған сарысын жағып, бетін жаңғақтарымызды қойып, әсемдеп шығамыз. Дайын болған пахлавамызды 200 градус қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пахлавамыз дайын. Менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Егер видеом пайдалы болса, маған лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.